Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Шығыс Қазақстан облысында жоғалып кеткен 74 жастағы зейнеткердің денесі табылды. Шығыс Қазақстан облысы Глубокий ауданында үйден шығып кетіп, жарты айдан астам уақыт бойы хабар-ошарсыз жоғалған зейнеткердің денесі табылды. Бұл туралы Шығыс Қазақстан полиция департаменті мәлім етті. Глубокий ауданы Белоусково кентінде тұратын Купчук Вера Григорьевна 10 қараша күні үйден белгісіз бағытта шығып кетіп, сол күйі оралмаған. Алайда оның жоғалғаны туралы хабар полиция қызметкерлеріне тек 26 қараша күні ғана түсті. Тәртіп сақшылары жедел іздестіру шараларына шұғыл кіріскен болатын. Сондай-ақ іздестіруге еріктілер жұмылдырылған. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, бүгін 74 жастағы кейуанның денесі табылды. Алайда оның нақты неден көз жұмғаны тек сараптамадан кейін ғана белгілі болмақ. Мәйіттің қайдан табылғаны туралы да ақпарат берілмеді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.